Таксидегі мінез ұнаған жоқ деп жатсың. Тағы қандай нәрселер ұнамады, қандай қасиеттері? Жалпы ұнамады дегенде бір андай галочка қойып кететін сәттер ғой. Таксида отқан кезде моментте жалпы мен өзім қай моментке галочка қойдың, қай моментке галочка қоймадың деп қой. Галочка ма? Енді бір айттым, бір тәрбиелеген жоқ, бір маған ұнамайтынын айттым, сол кезде ескере кетіп. Жалпы арқаңа көнетін қыз ба екен жоқ? Жалпы жылы-жылы сөйлесең, любой қыз көнеді. Жылы-жылы сөйлеу керек те, просто інін табу керек те, жылы-жылы інін табу керек. Айда саған қыздың қандай қасиеттері ұнайды жалпы? Қандай қасиеттеріне қатты мән бересің? Шындықты айтып, өз ойымен бөлісіп жасағанын қалаймын негізінде. Қандай қасиеттер ұнамайды саған? Сөйлердің. Мен қандай қасиеттер ұнамайды, маған бір айтқан кезде орындалмаған жек көремін өзім негізінде. Бір айтқан кезде сен де тәрбиелейсің бе? Дайын тұру керек. Тәрбиелейсің бе? Мен тәрбиелемеймін. Ол тәрбие дегенде былай жаңа ортада тәрбие бойынша айтылды ғой негізі. Қыз кезіндегі тәрбие бөлек та, отбасылық болған кездегі тәрбие бөлек болады негізі. Арқаңа көндіре аламын деп ойлайсың ба? Арқаңа көнбейтін қыз болса. Жоқ, көнбейтін қыз жоқ, көндіре алмайтын адам бар да. Қайырлы түсу жоқ, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін Нәзіктің баласының 40-нан шығару болып жатыр. Сол үшін пижамада әлі жүрмін, себебі тұра салып Нәзікке барып көмектестім. Ал қазір сіздерге айтайын деп жатқаным, мен рилс салдым, сол рилсті максимально қолдап кетесіздер деген үміттемін, себебі біз 6 немесе 8 сағат оның барлығын түсірдік, құрметті оқырмандар. Еңбегіміз зая кетпейді деп ойлаймын. Егер де біз 300 мыңнан больше просмотр алып 50 мың лайк болса, құрметті оқырмандар, екінші часть түсіретін боламыз. Сол үшін де обязательно лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Хабар, амансыңдар ма? Кешегіден бері мына Коляның мен бірге дейсің ғой. Жібермей жүрмедім деп қойсашы. Жаңа үйден келіп алып кетті. Семьямен бірге. Бір жерге барып келатық бірге. Бір жерлерді көріп, бір жерлерді ақылдасып деген сияқты. Сол, енді үйге апарып жатыр. Алла разы болсын, Коля. Бала шағаң қызығын көрші. Ал құттықтап қойсаңыздар болады. Өзіме бір серіктес таптым. Қазірге солармен жұмыс жасаймын. Ертең бұйыртса алғашқы видеоны барып түсіреміз. Оқырмандарды қуантамыз, шай көшеде жүрген адамдарды қуантатын боламыз. Ең бастысы маған тіркеліп, сіздер қарап отырыңыздар. Және де көшеде сіздерден келіп сұраған кезде маған тіркелгенсіздер ма деп подписка жоқ болып қалса, өкініп қаласыздар. Сол себепті тіркеліп қойыңыздар. Осы стористі достарыңызға таратыңыздар. Көшеде көп жүретін адамдар, үйде отыратын, без разницы любойына барып біз қуантып кетуге дайынбыз. Сол себепті сіздер де дайын болыңыздар.